юдраку куллуху, ла ютраку джуллуху деген. Бүкіл нәрсені істей алмауың, сол бүкіл нәрсені тастауға сылтау емес. Немесе көпшілігін тастауға сылтау емес. Оның мысалы сіз кешкі зікірлерді айтқан жоқсыз. Немесе жатардағы зікірлеріңізді айтпадыңыз. Енді соны айтайын деп оқталып жатсаңыз, ой көп қой. Қазір оны айтып жатқан кезде жарты сағат өтіп кетеді, 40 минут өтіп кетеді. Ертең кеш жатып қалам, ертең таң намазға тұра алмай қалам, жұмысқа кешігем деген сияқты ой келеді да, сосын қойшы деп қолды бір-ақ сілтеп, ешқайсысын айтпайсыз. Жатып қаласыз. Ертең айтамын ғой, арғы күні айтамын ғой деген сияқты. Бірақ бұл жерде бәрін істей алмадым екен деп, бәрін тастай салуға, біреуін айтпастан тастай салуға болмайды. Ең азы, ең кішкентай болса да, сол біреуін ғана болсын айтып жатыңыз. Немесе сіздің кітабыңыздағы, мұсылман қорғандағы, немесе соткаңыздағы программадағы ең біріншісін айтыңыз да, сөйтіп жатыңыз. Зато сіз сол зікірді орындағандардың қатарынан, сол сауапты алғандардың қатарынан боласыз. Және осы іске тұрақты түрде жалғастыра берсеңіз, күндердің күнінде Алланың сәттілігімен сіз айтасыз іштей, неге мен біреу айта берем? Давай екеу қылайыншы, сәл ертерек жатайын деген сияқты ой келеді. Сөйтіп оған жалғаса бересіз, сөйтіп оны сөйтіп көбейтесіз, сөйтіп бір күні толық айтатын боласыз. Аллах тағаладан әрине сәттілігін, тауфиқты Алладан сұрап жүруіміз керек. Одан кейінгі сұрайтын нәрсеміз Аллах тағала баршамызға истиқаманы нәсіп етсін.